Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 105 сабақ негізгі және туынды сын есім тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. 9-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Су тіршілік көзі. Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесінде де су көп. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар, бұршақ болып жерге жауып, қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді. Сусыз тазалық та болмайды. Су жолымен жүк тасиды. Судың күшінен электр қуатын алады. Су біздің байлығымыз. Оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін бөліктеріне сәйкес жоспарды қалпына келтір, сол жоспар бойынша мазмұндама жаз дейді. Балалар, біз оқыған мәтін су туралы. Ал енді берілген жоспарды қалпына келтірейік. Бірінші, судың адам өміріне қажеттігі. Екінші, табиғаттағы су айналымы. Үшінші, судың маңызы. Ал енді осы жоспар бойынша біз мазмұндама жазып көрейік. Су барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Адам денесінде су өте көп болады. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Судың күшінен электр қуатын да алады. Су біздің байлығымыз. Балалар, сендер де жоспар негізінде мазмұндама жазсаңдар болады. 10-шы жаттығу мақалды тауып жаз. Мұнда буындар берілген, сол буындарды құрастыру арқылы судың да сұрауы бар деген мақалды құрастырсақ болады. 11-ші жаттығу жұмбақты көшіріп жазып, шешуін тап. Көлді жердің үкілі аруы, өткір желдің саз тартар қаруы. Бұл жұмбақтың жауабы, балалар, қамыс. Ал енді сын есімдерді тауып, олардың қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін айт дейді. Балалар, берілген жұмбақтағы сын есімдер көлді, үкілі және өткір сөздері. Ал енді мұндағы көлді сөзі және үкілі сөзі бізде туынды сын есім. Себебі түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған. Ал өткір сөзі бізде негізгі сын есім. Жұмбақтың шешуін табуға қай сөз көмектесті деп ойлайсың? Балалар, жұмбақтың шешуін табуға көлді жердің үкілі аруы, яғни көлді, үкілі, өткір деген сын есімдер бізге жұмбақтың жауабын табуға көмектесті. 12-ші жаттығу негізгі сын есімдерге дау, деу, лау, леу, тау, теу, шыл, шіл, ғылт, ғыш жұрнақтарын жалғап, қалаған бір туынды сын есіммен сөйлем құрап жаз дейді. Балалар, ақ, боз, жасыл, сары, үлкен, көк, ұсақ. Бұлар бізде негізгі сын есімдер. Оған берілген жұрнақтарды жалғау арқылы туынды сын есім жасауымыз қажет. Ақшыл, боздау, жасылдау, сарылау, үлкендеу, көкшіл, ұсақтау. Ал енді қалған біреумен бір сөйлем құрап жазсақ болады. Жанардың көкшіл жейдесі бар. Сендер де осы сияқты қалаған бір сын есімді, яғни туынды сын есімді алып, сөйлем құрап жазсаңдар болады. Жұрнақ жалғанғанда негізгі сын есімдердің мағынасында өзгеріс болды ма дейді. Балалар, мұндағы негізгі сын есімге жұрнақ жалғағаннан кейін олардың мағынасында қандай өзгерістер болғанын айтып көрсеңдер болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.